Саламатсыздар ма оқушылар? 11 сынып алгебра оқулықтағы 18-де бірінші есептің шығарылуын көрсетейін. Квадрат теңдеудің түбірлерін табыңдар дейді. Бірінші есеп x квадрат плюс 4 тең 0 теңдеуін шығару үшін x квадрат тең болады минус 4 деп шығарамыз. Ары қарай x бірінші екінші тең плюс минус түбірасында минус 4 деп шығарамыз. Енді x бірінші екінші тең плюс минус. Енді 4-ті түбірасында минус 1 көбейтілген түбірасында 4 деп жазсақ, түбірасында минус 1 деген сол и-ге тең, сондықтан x бірінші екінші тең плюс минус. Мынау бізде и-ге тең, 4-тің түбірі 2-ге тең, сондықтан 2i болады екен. Ары қарай екінші x квадрат қосылған 81 тең 0 теңдеуін шығарайық. X квадрат тең минус 81, x бірінші екінші тең плюс минус түбірасында минус 81, x бірінші екінші тең плюс минус түбірасында минус 1 мен түбірасында 81-дің көбейтіндісі түрінде жазсақ, x бірінші екінші 81-дің түбірі 9-ға тең плюс минус мынау и-ге тең, сондықтан 9 и-ге тең болады. Келесі үшінші x квадрат қосылған 11 тең 0, x квадрат тең минус 11, x бірінші екінші тең плюс минус түбірасында минус 11. Бізде 11-ден түбір табылмайды, сондықтан сол күйінде қалдырамыз, сондықтан түбірасында 11 и болады екен. Келесі бізде төртіншісі x квадрат минус 5x плюс 14 тең 0 деген дискриминант арқылы табамыз. 5-тің квадраты минус 4, а-ның мәнімізі 1-ге тең, с-ның мәні 14-ге тең, ары қарай 25 минус 56, 25-тен 56 азайтса минус 31 болады. Сонымен x бірінші екінші тең 5 қосылған плюс минус түбірасында минус 31 де 2 болады. X бірінші екінші деп қойын. 5 плюс минус, мына жерде минус 1 дегеніміз и-ге тең, сондықтан 31-ден түбір табылмайды, сол күйінде қалдырам. 31 и бөлімінде 2 болады екен. Ары қарай бізде төртіншісі, енді келесі бесіншісін шығарайық. Бесіншісі x квадрат плюс 4x плюс 9 тең 0 теңдеуі дискриминант табым. 4-тің квадраты азайтылған 4, а-ның мәні 1-ге тең, с-ның мәні 9, 16 азайтылған 36 тең минус 20 болады. Келесі x бірінші екінші түбірін тапсақ, минус 4 плюс минус түбірасында минус 20 бөлімінде 2 болады екен. Тең болады минус 4 плюс минус. 20-ны 4 пен 5-тің көбейтіндісі түрінде жазуымыз болады. Енді минус 1-ді и деп жаза берейін, бөлімінде 2. Сонымен x бірінші екіншісі тең минус 4 плюс минус 4-тің түбірі бізде 2-ге тең, түбірасында 5 и бөлімінде 2. X бірінші екінші деп жазайын, тең болады. 2-ге бөліп жіберейін әрқайсысын, сонда минус 2 плюс минус түбірасында 5 и болады екен. Келесі ары қарай алтыншысы x квадрат плюс 2x плюс 18 тең 0 теңдеуі дискриминант табым. 2-ның квадраты азайтылған 4 көбейтілген 1 көбейтілген 18. 4 минус 4-ті 18-ге өтсем бізде 72. 72-ден 4 алсам, менде минус 68. X бірінші екінші тең минус 2 плюс минус түбірасында минус 68 бөлімінде 2 болады. Тең болады минус 2 плюс минус 68-ді 4 пен 17-ның көбейтіндісі түрінде жазсам, минус 1-ді и деп жаза берейін, бөлімінде 2. Сонымен x бірінші екінші тең минус 2 плюс минус 4-тің түбірі 2-ге тең, түбірасында 17 тұра береді. И бөлімінде 2. Әрқайсысын 2-ге бөліп жіберетін болсам, минус 1 плюс минус түбірасында 17 и болады екен. Келесі мынау алтыншы, енді жетіншісін шығарайық. Жетіншісі 2x квадрат плюс x плюс 11 тең 0. Дискриминант табайық. 1-дің квадраты минус 4 көбейтілген 2 көбейтілген 11 тең болады 1 азайтылған 88 минус 87-ге тең болады. X бірінші екінші тең минус 1 плюс минус түбірасында минус 87 бөлімінде 2 көбейтілген 2 4 болады. Тең болады. Енді бұны минус 1 плюс минус Түбірасында 87-ден түбір табылмайды, осы күйінде қалдырам. И бөлімінде 4 болады, осы күйінде қалады. Келесі 8-шісі 3х квадрат минус 6х
плюс 14 тең 0 тескермелеп табамыз. Квадраты минус 4 көбейтілген 3 көбейтілген 14. Так, 36 азайтылған, мына 12-ні 14-ке көбейтсем. Так, 12-ні 14-ке көбейтсем, менде 168. 68-ден 36-ны азайтса, менде 132 деген сан шығады. X бірінші, екінші, 6 қосылған плюс минусты бірасына минус 132 бөлімінде 6 болады. 2 мен 3-тен көбейтінісі тең болады. 6 плюс минус 132-ні 4 пен 33-тің көбейтінісі түрінде жазсам, минус 1-ді и деп жазып кетейін, бөлімінде 6 x бірінші, екінші тең 6 плюс минус 4-тің түбірі 2 тең, бірасында 33 сол күйінде тұра береді, и бөлімінде 6. Енді әрқайсысын 2-ге қысқартып жіберейін. Сонда x бірінші, екінші тең 2-ге бөлсем 3 болады, плюс минус төбірасында 33 и бөлімінде 3 болады екен.